Сәлеметсіңдер ме балалар? Ал ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Дөңгеленіп тұрайық, шеңберді біз құрайық, ұлыстасы бәріміз ақ тілекті жолдайық. Бүгінгі біздің ертегілер саяхатына кірісейік. Суретте қай ертегі бейнеленген екен балалар? Дұрыс айтасыңдар, Шалқан ертегісі. Ендеше тыңдаймыз. Балалар сайты Еркетай газет ұсынады. Шалқан ертегісі. Баяғы бір заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде шал шалқан отырғызады. Шалқан үлкен болып өседі. Бір күні шал шалқанды жерден суырып алмақшы болады. Ар тартады, бер тартады, бірақ шалқанды шығара алмайды. Шал көмекке кемпірін шақырады. Кемпірі шалдан, шал шалқаннан ұстап ары бер тартады, бірақ орнынан қозғалта алмайды. Кемпір көмекке немере қызын шақырады. Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап ары тартады, бер тартады, бірақ тағы да суырып шығара алмайды. Бір кезде немере қызы итін шақырады. Иті қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап ары тартады, бер тартады. Бұл жолда шалқанды шығара алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап ары жұлқиды, бері жұлқиды, шалқан шықпайды. Сол кезде мысық тышқанды шақырады. Тышқан келіп мысықтың құйрығынан, мысық иттен, ит немересінің етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстайды. Олар тарта-тарта ақыры шалқанды суырып шығарады. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер мультфильм сізге ұнап жатса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналымызға жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ал енді балалар, ертегі кейіпкерлерін сипаттаймыз. Ата қандай еді? Ал бірінші ата көмекке кімді шақырады екен? Дұрыс. Ең алғашқыда не болғаның? Оқиға желісін айтып береміз. Рахмет балалар.